Аспандағы айға қолым жетпейді. Сеннен басқа қызға кеулім кетпейді. Доланып бір шыға қойсаң алдымнан, мың мақтайын бәрі саған жетпейді. Азизлер, аңлағаныңыздай, бүгін біз көрсетуіміз арқалы халқымыздың сүйікті қосықшыларының бірі Карамаддин Хитчановтың атқаруындағы Кел Гозалым қосығы хақында мағлұмат бермекшіміз. Хош, бұл қосық қашан һәм қалай дөрелген? Бұл хақында көрсетуіміз мейманларынан толық жауаплар аламыз. Кел Гозалым қосылығының дөрелі уақытында айтатын болсам, 2000 жылы ең бірінші 8 март халықаралық аял қыздар байрамына арналған концерт шөлкемдестірілді Қарақалпақ эстрада жұлдыздары арасында. Парахат Атамұратов деген жігіт сол бәрі эстрада жастарды жинап, сол уақытта ұсыныс берген бірінші сол Парахат, бірақ енді Кел Гозалым қосық істе деген ұсыныс болмады, бірақ бір таза қосық істесеңіз деген ұсыныс болды. Содан растарым ойлап жүріп едім, менің ұстазым атқарған қосық Оралбай Қалбаев, Памир Байдуллаев деген жігітпен біргелік деп ойласып, ол уақытларында халық қызметлеріне Мақсет Өтемұратпен бірге шығатын едік тойларға. Сол уақытларында Мақсетпенен бірге ойластық, керек болса бір жерлерінде сөзін жазатын жерінде Мақсеттің ағасы Мұрат аға ұсыныс берді, мынандай жерлерін мынандай айтсаңыз қалай болады деген сөзлеріне өзгерісте кірттік біргелікте.